мен мұндалаған эмоционалды тақырып. Мақсаты адамды сілтемені шұғыл түрде басуға мәжбүр ету. Әдетте мұндай тақырыптар сенсацияны, жылдам пайда табуды, сыйлықты немесе құпия ақпаратты уәде етеді. Жеңілдіктер, төлемдер, емдеу, ұтыстар, төтенше жаңалықтар. Кликбейттің қауіптілігі мұндай тақырыптың артында алаяқтық схема болуында. Пайдаланушы эмоцияларға бой алдырып, ақпаратты сыни тұрғыдан бағалай алмай қалып, сілтемені басады. Дәл осы кезеңде алаяқтар адамды алдап, фишингке тарту, зиянды қосымшаны орнату немесе жеке деректерді ұрлау мүмкіндігіне ие болады. Кликбейт сілтемеге өткеннен кейін пайдаланушы көбіне фишингтік сайтқа, белгілі порталдың, интернет-дүкеннің немесе сервистің визуалды көшірмесіне түседі. Мұндай сайттар сенімді көрінеді, сондықтан адам айырмашылықты байқамай, логинді, құпия сөзді, банктік карта деректерін немесе растау кодтарын автоматты түрде енгізе салады. Кейбір жағдайларда сайт бейнелерді көру немесе сыйлық алу үшін қосымшаны орнатуды немесе жаңартуды талап етеді. Бұл іс жүзінде алаяқтарға, телефонға, онлайн банкингке және жеке ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік беретін зиянды бағдарлама. Нәтижесінде адам ақшасын жоғалтуы, әлеуметтік желілердегі немесе мессенджерлердегі аккаунттарына кіре алмауы мүмкін. Қорғаудың негізгі ережесі эмоцияға берілмей, сабыр сақтау. Егер тақырып тез жеңіске, сенсация уәде берсе немесе дереу әрекет етуді қажет етсе, онда ол күмәнді тудыруы себеп болады. Ешқашан хабарламалардан, жарнамадан және мессенджерлерден күдікті сілтемелерге өтпеңіз. Белгісіз сайттардың өтініштерін, қосымшаларын жүктемеңіз. Вирусқа қарсы бағдарламаларды пайдалану және оларды үнемі жаңартып отыру, сондай-ақ белгісіз дерек көздерінен қосымшаларды орнатуға тыйым салуды қосып алу маңызды. Қосымша қорғаныс көбіне алаяқтық ресурстарға өтуге жол бермейтін жарнама бұғаттаушылар болады. Ең бастысы бұл ережелерді қарттар мен балаларға түсіндіру керек, себебі көбіне солар кликбейттің құрбаны болады.